Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін 9 ақпан Шымкент қаласы Жұманов автобазарында көліктердің бағасын түсіруге келдік. Бүгін енді тағы да әдеттегідей Камриден бастаймыз. Kia мен Hyundai түсіріп арнаға салатын боламыз. Каналға жазылып, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Қай машина ұнады, міндетті түрде комментарий жаза кетіңіздер. Бірінші Camry бізде міне 2002 жылғы 5 миллион теңге деп тұр. Телефон номер міне. Объемы 3 екен. Келесі Camry 2012 жылғы 50-10 миллион теңге дейді. 2,5 объем. Телефон номер міне. Келесі 2007 жылғы 40-тық. Бұл бізде 2,4 объем екен. Цена договорная дейді. Телефон номер міне. Автомат. Toyota Alphard 2006 жылғы. Объемы 3. 8 миллион 500 деп тұр. Телефон номер міне. Келесі Toyota Sienna 2016 жылғы 3,5 объем. 15 миллион деп тұр бағасы. Телефон номер міне. Камриден 7 миллион теңге деп тұр. 2005 жылғы екен. Телефон номері міне. Объемы 3. Одан кейінгі мұнда қай жылғы екен? 75 дейді. 75-тік 2021 жылғы. Объем 2,5 дейді. Телефон номері міне. Toyota Corolla 2020 жылғы. Пробег 91 мың екен. 1,8 объем. Бензин, автомат. Бағасы 10 миллион теңге деп тұр. Телефон номер міне. Хабарласып көріңіздер. Келесі Toyota Sienna 2015 жылғы. 3,5 объемы. 15 миллион 490 дейді. Телефон номер міне 701 771 0103. Келесі Toyota Sienna 2015 жылғы. Бұл да алдыңғы нөмір. 701 771 0103. 3,5 объем. Бұның бағасы да 15,5 миллион деп тұр. 2018 жылғы Camry не деп тұр екен? 2,5 объем. Договорная дейді, бағасы келісімді. Телефон номер міне. Мінекей артық көрінісі. Келесі Camry не деп тұр екен? 2010 жылғы 2,5 объем. Телефон номер ғана жазған ғой. Автомат. Келесі Toyota Corolla 2016 жылғы 1,3 объем. 6,8 деп тұр бағасы. 189 пробег. Телефон номер мне.
Corolla 2021 жылғы 1.8 автомат, бензин, пробег 74 мың, сумма 10 миллион теңге деп тұр. Келесі елеулік 2013 жылға 2.5 объем 8 миллион 500 дейді. Объем 2.5, телефон номері міне. Автомат. Келесі Camry 2015 жылға 12 миллион 500 деп тұр. Полный комплектация дейді, пробег 150 мың родной деп қойыпты. Келесі Toyota 2012 жылғы Европейс 1.6, цена 6 миллион 500 дейді. Телефон номері міне. Келесі Camry не деп тұрген көрейік бағасын. 2019 жылғы екен, бағасын жазбапты. Телефон номерін жазбапты 2019 жылға. Примерно қанша деп ойлайсың енді. Келесі мұнда да Camry тұр. Көрейік. 2003 жылғы екен. 3 куб. Автомат 5,6 миллион дейді. 2003 жылғы 5,6 миллион теңге деп тұр. Басқа Camry жоқ сияқты. Жақта не өзі? Жақта басқа Camry жоқ. Постоянно тұратыннан Nissan Juke, Nissan Qashqai, Hyundai тұрған Opel қандай еді, Mokka ма, сондай. Как обычно тұрған машиналар бар, бияқта бәрі. Camry'лер ар жағында болмаса енді. Жақта бойымы тройкам қойып қойыпты. Toyota RAV4 бар екен мұнда. Toyota RAV4 4WD дейді. 2011 жылғы 2 литр, родная краска. Максимальный комплектация дейді. Бағасы 8 миллион 700 мың екен. Әдеттегідей бұяқта басқа Camry жоқ қой. Гранталар бар. Қазір бұл видеоға тек қана Camry'ді ғана и Toyota'ны ғана шығарам да. Хайландерді номерін жазбапты. Енді арғы бетке өтем қазір. Ана бұрышта тұрған Camry не деп тұр екен. Бұның да бағасы жоқ бағады. Camry тұр екен, көрейік бағасын. 2019 жылғы 14 миллион 200 дейді бағасы. Пробег 116 мың екен. Телефон номерін көрдіңіздер. Келесі Toyota Corolla не деп тұр екен. 2014 жылғы 68 миллион теңге деп тұр. Пробегі 170 мың. Пробег 170 мың. 68 миллион теңге деп тұр. Келесі Camry'ді көрейік. Қанша деп тұрген бағасы? 2012 жылғы телефон номері ғана жазылған. Ассалаумағалейкум, қанша деп тұрсыз? 8,5. Все, рахмет. 8,5 миллион теңге деп тұр бағасы. Арчаны. Келесі Camry 2005 жылғы 2.4 объем 5,2 миллион теңге деп тұр. Автомат. Бесте 2 миллион теңге деп тұр да. Мына жақтағы 8,5 миллион теңге деп тұр. Ана бағана түсіргенім. Camry ше. Осы 8,5 миллион теңге осыны алған дұрыс сияқты оны алғанша. Келесіне Camry не деп тұр, көрейік. 2010 жылғы 2.5 объем 5,9 миллион деп тұр. Телефон номері мінекей.
фук өткіземіз да. Қалай енді сіздердің ойларыңызша бағасы? Сәл түсейін дейм ба, негізінен түспейін дейм ба бағасы? Универсал Авинсис 2004 жылғы 2.4 педаль. Телефон номер мінеге автомат екен. Бензин. Қайдан? Көрінісі қып-қызыл болып жайнап тұр ғой енді. Келесі 75-тік не деп тұр екен? 2022 жылға 2.5 объем 13 миллион теңге дейді. Пробег 15 мың екен. жылғы 2.5 6 миллион 200 деп тұр. Телефон номері мінеке. Автомат. Бірақ бұл андай транзит номермен жүр. 2004 жылғы 3 куб дейді. 6 миллион 600 бензин. Комплектация полный дейді. Номерін көрдіңіздер мінеке. Да, 2 камера тұрген көрейік көрінісінен бастап бағасын. 2003 жылғы 2.4 6 миллион 200 деп тұр бағасы. 6 миллион 200 бағасы. Телефон номерін қараңыздар. Мінеке телефон номері. Келесіне өтейік. 2003 жылғы 2.4 5 миллион 200 дейді телефон номері. Мінеке өтейік. Рахмет. Одан кейін мына жақта да тұр. Бұның бірақ номерін жазбапты да. Жалпы бүгін негізі камера көп. Соның болады деген түсіріп жатырмын да. Кейбіреулер енді номерін қалдырмаған көбісі. Кейбіреулер бағалар енді масқара ғой. 20-тканы түсірген жоқ, мысалы 25 кілерді енді олар бағалар шілей көтеріліп кеткен да. Келесі камера не деп тұр екен, көрейік бағасын. 2014 жылғы екен. 2.5 миллион 500 деп тұр. Бірақ бұл транзит номерімен жүр әлі. Әлі бұны қазақ қылу керек. Сонда да телефон номеріне звондап көріңіздер. Міне телефон номері. Звондап хабарласып біліп сұрастырып көріңіздер. Осымен Камридің видеосы осымен бітті. Енді болады деген видеоларды салдым. Енді нормаль деген Камриді ұстап қоюға тырыстық. Ал енді видеоның соңына дейін көргендерге рахмет айтамын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Өтіп баратын анда түсіре салайын да. 2008 жылғы 3.5 дейді. 6 миллион 500 мың. Телефон номері мінеке. Қазақ. 2008 6 миллион 500 дейді. Енді нормальный сияқты ғой. Бағалары шарықтап тұр ғой бұлардың. Сонымен достар, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге лайк басып каналда қолдап қойыңыздар. Әрине қуанып. Келесі видео деген мотивация болады. Байқасаңыздар, енді ескі машинаны көп түсіре бермеймін енді, білмеймін. Сәл жаңашылдыққа ауыссын деймін да. Ескі машина түсірмедім. Алда уақытта да ескі машина түсірмейін шығармын. Мейлінше енді жаңа машина түсіріп тұрсам ғой, тек қана.